Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында бар болғаны 3 ингредиенттен тұратын маска жасауды көрсететін боламын. Дақты кетіруге арналған, сонымен қатар бетті ағартуға да жақсаңыздар болады. Бұл жерде алдымен күрішті суға қайнатып пісіріп аламыз. Піскен күріштен бір ас қасық алып, осылай қолмен болмаса миксермен өткізіп алсаңыздар да болады. Және де күріштің қайнаған суын алып қоямыз сүзіп. Осылай майдалап жақсылап езілгеннен кейін үстіне бір ас қасық жылы сүтімізді құятын боламыз. Және жарты ас қасық бал қостым. Осы үшеуін жақсылап араластырып алып, аптасына 2 рет жақсаңыздар. Бетіңіздегі туғаннан кейінгі қалған қара дақтарды және де осы көктемде шығатын сепкілдерді кетіреді. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.